36 сезон болуымен тарихтағы мультфильмдер арасындағы ең ұзыны болған Симпсондар терең мағынаға ие түрде заманауи қоғамды комик тәрізде сипаттау арқылы барлығымызды күлдіріп әрі ойландырады. Бірақ бұл кінәсіз болып көрінген фильмде қорқынышты бір шындық бар. Симпсондар жай ғана мультфильм болмаса ше, мультфильм кодталған көріпкелдік кітап болса ше, заманауи көріпкел ретінде болашақта болатындарды қорқынышты түрде бізге жеткізіп жатқан болса ше. Трамптың президент болуынан тартып X хромосомаларына, жоғары технологиялардың дамуына дейін. Симпсондардың көріпкелділігіндегі оқиғалар тізімі өте көп және адамды ойландырады. Бұл жай ғана сәйкестік пе, әлде істің артында білінбеген комплот теориясы бар ма? Келіңіз, бірлікте интернетті таңғалдырып келе жатқан Симпсондардың шындығын табайық. Ежелгі ғасырлардан бері адамзат болашақты көру, болжау тақырыбына өте қатты қызыққан көптеген көріпкелдер, Нострадамус, Эдгар Кейси, Ванга сияқты есімдер тарих бойы адамзаттың тағдырын оқуға тырысқан. Олардың кейбіреулерінің болжамы кейде дұрыс шыққан, бірақ ешқайсысы осы заманауи сары денелілер сияқты көп дұрыс көріпкелдік жасамаған. Reddit сияқты әлеуметтік желіде соңғы 2-3 жылда көп талқыланатын бір тақырып бар. Бұл тақырып Симпсондар болашақты болжайма деген тақырып. Араңызда бұл тақырыпқа қызыққандар болса, олар туралы түрлі теорияларды оқыған болуы мүмкін. Олардың болжамдарының кейбіреулері кішігірім ұқсастықтар болса, кейбіреулерін білу үшін физика, математика білуің керексің. Симпсондар бұны қалай жасайды? Қалайша кемшіліксіз түрде болжам жасай алады? Симпсондардың болжамдары кішігірім ұқсастықтардан тартып, жоғары дәрежеде шынайы дәл шыққан болуымен, бұл істің артында қараңғы құпия күштер тұрма деген ой салары сөзсіз. Олардың ең үлкен болжамдарының бірі 19 март 2000 жылы Дональд Трамп болжамы. Фильмде Трамп президент болады және арадан 16 жыл өткеннен кейін 2016 жылы Трамп президент болады. Президент болғаннан кейін Трамптың баспалдақтан түсіп келе жатқаны да дәл сол Симпсондар фильміндегідей бейне өте көп тарады, бірақ оған сенбеңіздер, себебі ол бейне Трамп ол істі жасағаннан кейін жарияланды. Арада айтып өтіп кетуді жөн көрдім, себебі адамдар көрген нәрселеріне сол сәтте сеніп қалуға өте жақын келеді. Біз былайша айтқанда қолға ұстауға болатын және өте қызық болған болжамдармен жалғастырайық. 1993 жылы жарияланған 5 сезон 10 бөлімде бір цирк сахнасында ақ жолбарыстың қасындағы шоуменге шабуыл жасаған бейнесі бар. Бұл оқиғадан кейін Рой Хон ақ жолбарыс тарапынан шабуылға ұшырайды. 2007 жылы жарияланған Симпсондар фильмінде Американың ұлттық қауіпсіздік агенттігінің барлық азаматтарды тыңдағаны көрсетілген және шынымен 2013 жылы бұл ұйымның мүшесі Эдвард Сноуден NSA-дің халықты тыңдау программасын халыққа жариялап салады. 1996 жылғы бөлімінде үлкен медиа фирмасы Fox-тың эмблемасы астында Walt Disney қас бар деп жазылған еді. Бұл бөлімнен 21 жылдан кейін Disney Fox-ты сатып алды. Осылар сияқты тағы көптеген кішігірім болжамдар бар, бірақ олардың ішінде екеуі мүлдем басқаша. Себебі бірі бізге заманауи тарихтың комплосын көрсетіп жатқанда, басқасы әлемнің 15 жылдан кейін болатын физика заңдарын алдымызға шығарады. 97 жылы фильмнің бір бөлімінде Лиза отбасына бір журнал көрсетеді. Журнал мұқабасында үлкен бір Нью-Йорк жазуы бар. Артында егіз башнялар 11 тәріздес көрсетілген. Алдында болса $9 жазу үлкен әріптермен жазылып тұрады. Бұл көрсетілгендер символдар 11 сентябрьдегі егіз башняларға шабуылмен дәлме-дәл. Бұл бөлім бұл оқиға болудан 5 жыл бұрын жарияланған. Фильмнің жазушыларына бұл оқиға бірнеше рет сұралады, бірақ жазушылар бұл жай ғана бір сәйкестік екенін айтады. Бұл оқиға жылдар бойы
Америка үкіметі тарапынан жоспарланып дайындалғанын және бүкіл халықтың көзіне ашық көрсетілгенін білсек, ойымызға бір сұрақ келеді. Бұл қызықты сәйкестіктен де қызық келесі сәйкестікке өтейік. 2012 жылы Швецияның маңында болған CERN лабораториясында тарихтағы ең үлкен зерттеулердің нәтижесі жарияланады және адамзат X хромосомасын анықтайды. Бұның не байланысы бар десеңіз, 15 жыл бұрын бір бөлімінде үйінде зерттеу жүргізіп жатқан Хомер Симпсон тақтаға осы формуланы жазады. Барлығына мағынасыз болған бұл формула 15 жылдан кейін адамзат тарихындағы ең қымбат зерттеу нәтижесінде пайда болған X хромосомасының формуласы. Бір фильм адамзат тарихындағы ең үлкен зерттеу нәтижесін 15 жыл бұрын бір бөлімінде қалай көрсеткен? Бұл адам сенгісіз сәйкестік. Симпсондардың жазушылары шынымен құпия мәліметтерге ие бола алады екен деп ойлай бастасаңыз, енді істің шындығына келейік. Бір фильмнің қанша сценаристі болады? 5, 10, 20. Фильмнің проектіне қарай өзгерсе де негізінде бұл саны ондай жоғарыламайды. Симпсондарда бүгінгі таңға дейін қанша адам сценарист болды деп ойлайсыз? Болжам бойынша ең аз 155 сценаристің жазғаны айтылады. Бұл өте көп және таңғалдырарлық. Одан да таңғалдыратыны болса, бұл жазушылардың басқа карьераларының болуы. Мысалға, ең ескі сценаристтерінің бірі Арджин Гарвардта математиканы бітірген, Марк Рейс Гарвардта ағылшын әдебиетін бітірген. Бұл адамдар тізімі осылай жалғасып кете береді. Тақырыпқа байланысы не деп сұрайтындарға жауап осылай. Өте ақылды адамдарды жинап, сценарий жаздыратын болсаңыз, болашақты болжау бойынша сәйкестігі көп сценарий пайда болады. Мысалға, 15 жыл бұрын бір бөлімінде үйінде зерттеу жүргізіп жатқан Хомер Симпсон тақтаға X хромосомасының формуласын жазады деген едім. Сол бөлімде дәл сол жерін сценарийге қосқан Дэвид Кохен еді. Кохен сол бірнеше секундтық сахна үшін Колумбия университетінде физика профессоры Дэвид Шиминовичпен жұмыс істеген. Бұл физик пен математик экранда көргеніңіз осы формуланы дамытады. Олар тек қана осы сахна үшін адамзат тарихындағы ең қиын формуланы табады және 15 жылдан кейін CERN-дегі зерттеулер нәтижесі осы формуланы шығарған жауабы деп анықталады. Өте ақылды және өз саласында өте жақсы дамыған адамдарды жинап, болашақ туралы комик сценарий жаз деген кезіңізде бұл адамдар жоғары анализ жасау қабілетімен сізге шынымен де сәтті болжамдар жасайды. Мысалға, Трампты тағы айтайық. Бұл адамның президент болатынын қалай біледі? Бұл адамнан президент шығама дейтіндер көп. Симпсондардың Трамптың президент болатынын көрсеткен бөлімнен 20 жыл бұрын Трамп Опрах Уинфридің шоуында президент болуы мүмкін екендігін айтқан болатын. Одан кейін болған ондаған репортаждарды айтпаса да болады, бірақ бұл бізге бір түрлі болып көрінсе де, күнде болып жатқан оқиғаларды қарап жүретін сарапшылар үшін болуы мүмкін бір сценарий еді. Эдвард Сноуденнің NSA-дің адамдарды тыңдаған оқиғасына келейік. Бұл оқиғаны Симпсондар 2007 жылы айтқан еді, бірақ бұл оқиғаны зерттеген адамдар үшін бір құпия емес. Араңызда Эчелон жобасын естігендер бар ма? Бұл жоба сонау суық соғыс кездерінде негізі қаланған. 1990 жылдардан бастап ісін бастаған және бүкіл әлемдегі халықты диджитал бақылау жобасы. Бұл жоба әрине Американың жобасы, жер бетіндегі бүкіл электроник құрылғыларды бақылайды. Оған сізде кіресіз. Олардың бақылауына кіру үшін бірнеше кілт сөзді айтсаңыз болғаны. Тіпті Симпсондардан және Эдвард Сноуденден бұрын бұл жобаны Маргарет Ньюшем жариялаған еді. Негізінде Симпсондардың жасайтыны болашақты көру емес, тек қана оны оқи алу еді. Леди Гаганың концертте асылған күйде өлең айтуы, Лизаның Камала Харриспен бірдей түсте киім киюі. Керемет, әрі байланысы жоқ болжамдар болғандықтан оларды назарға алмаймыз. Себебі ондаған әртіс концертінде асылған түрде әнін айтып, көптеген саясатшы күлгін түс
күшті білдіргендіктен сол түсте киім киді. Әрине осыларды 1 минуттық бейнемен артындағы оқиғаны айтпай тұрып, адамдарға айтқан кезде әрине өте қызық және назар аудартатын болады. Бірақ айтқандай, бұл тема бірнеше ақылды сарапшының болашақ бойынша болжам жасап жазған сценарийі. Симпсондардың 776 бөлімі бойынша жасаған болжамдарын айтсақ, орташа 150 шамасында. Бұлардың тек қана 30 данасы жартылай немесе бүткілдей дұрыс шыққан. Симпсондар сияқты фильмдер әлемде жалғыз ба? Әрине жоқ. Симпсондардың ісі оңай. Саясатты болжау соншалықты қиын емес. Бірақ менің ойымша ең қиыны технологияны болжау. Ғылым негізінде ғылыми фантастикаға қарап іс жасайды. Соны естен шығармаңыз. Болашақты болжау бойынша басқа көптеген фильмдер және кітаптарды кездестіруге болады. 30 шақты болжама дұрыс шықты деп Симпсондардың артынан үлкен құпия іздеудің керегі жоқ. Бұл тек қана өте ақылды, білімді сарапшылардың жиналып жасаған болжаулары. Сонымен Симпсондардың шындығы осылай. Келесі бейнеде көріскенше, мен Сардар.